Сәлеметсіздер ме? Өткен видеода біз сіздермен зат мөлшерінің өлшем бірлігі моль, малярлық массамен таныстық. Енді соған байланысты есептер шығарып көрейік. Келесі видеоларда біз моль ұғымы бойынша есептеулерді талдаймыз. Және бүгін біз заттың белгілі массасы бойынша зат мөлшерін есептеу жаттығуларын шығарамыз. Есіңізде болса, заттың 1 молінің массасын біз малярлық масса деп атаймыз. Оны латын әрпі М әрпімен белгілейміз, және оның өлшемі грамм-моль. Малярлық масса сандық жағынан салыстырмалы молекулалық массасына тең. Заттың массасы бізге белгілі болса, онда зат мөлшерін біз белгілі массаны малярлық массаға бөлу арқылы таба аламыз. Яғни, бұл үшбұрышты қолданатын болсақ, біз зат мөлшерін жауып көріп тұрмыз, массаны малярлық массаға бөлу керек. Енді өлшем бірлігімен жұмыс істеп көрейік. Әдетте заттың массасы граммен беріледі. Заттың малярлық массасының өлшем бірлігі грамм-моль. Сондықтан біз грамм-мольге бөлгенде грамм-грамм қысқарып, бөлімінде мольдің -1 дәрежесі шығады және жауабымыз мольмен беріледі. Халықаралық бірліктер жүйесі бойынша массаның өлшем бірлігі килограмм. Сондықтан кейде заттың массасы килограммен де берілуі мүмкін. Ондай кезде біз грамм мен граммды қысқарта аламыз. Бұл кило деген префикс, және кило префиксі мольмен бірге киломольді береді. Кило префиксі бұл 10-ның 3 дәрежесі дегенді білдіреді, яғни 1000-ға көбейтіледі. Сондықтан кило деген префиксінің орнына біз 10-ның 3 дәрежесіндегі моль деп жаза аламыз. Немесе, сонымен қатар масса миллиграммен де берілуі мүмкін. Ол кезде тап солай, грамм мен граммды біз қысқарта аламыз. Онда милли префиксі мольмен бірге миллимольді береді. Милли деген префикс керісінше 10-ның -3 дәрежесі дегенді білдіреді. Яғни милли деген префиксінің орнына біз 10-ның -3 дәрежесі деп жаза аламыз. Мына жаттығу есепке қарайық. Бізге келесі заттардың зат мөлшерін анықтау керек. Бізге 4 түрлі заттар берілген. А мысалынан бастайық. 143,5 грамм цинк нитратының зат мөлшерін табу керек. Зат мөлшерін табу үшін бізге берілген массаны малярлық массаға бөлу керек. Біздің каналымызда заттың салыстырмалы молекулалық массасын есептеу бойынша видео бар. Сондықтан мына цинк нитратының малярлық массасын қалай есептеу үшін сол видеоны қарауыңызға болады. Яғни, цинк нитратының зат мөлшерін табу үшін мен оның массасын малярлық массасына бөлемін. Масса бізде берілген 143,5 грамм. Ал малярлық масса болса 189 грамм-моль. Грамм-грамм қысқарады. Жауабымыз мольмен беріледі. Және 143,5-ті 189-ға бөлсек, 0,1759 моль шығады. Келесі 86,6 грамм аммоний хлориді. Аммоний хлоридінің малярлық массасы 53,5. Оның зат мөлшерін табу үшін тап солай массаны малярлық массасына бөлеміз. Массасы берілген 86,6 грамм. Малярлық массасы 53,5 грамм-моль. Грамм-грамм қысқарады. Жауабымыз мольмен беріледі. 86,6-ны 53,5-ке бөлсек, 1,1619 моль шығады. Келесі С. 1,9 килограмм хлор 1 валентті оксиді берілген. Оның малярлық массасы 87 грамм-мольге тең. Тап солай, зат мөлшерін табу үшін массасын малярлық массасына бөлеміз. Массасы бізде 1,9 килограмм. Малярлық массасы 87 грамм-моль. Бұл жерде сіз грамм мен граммды қысқарта аласыз. Мына кило деген префикс мольмен бірге бізге киломоль дегенді береді. Және 1,9-ді 87-ге бөлсек, 0,10,218 шығады. Яғни зат мөлшері киломольмен берілсе, 0,10,218-ге тең. Ал
кило деген сөздің орнына біз 10-ның 3 дәрежесі деп жаза аламыз. Яғни бұл 1000, 1000-ға тең. Және 0,10 мыңнан 218-ді 1000-ға көбейтсек, бізде 21,8 моль шығады. Келесі, 345 миллиграмм бром. Зат мөлшерін табу үшін массаны, малярлық массына бөлеміз. 345 миллиграммды малярлық массасы 160 грамм мольге бөлеміз. Қайтадан грамм мен граммды біз қысқарта аламыз. Және милли деген префикс мольмен бірге милли моль береді. 345-ті 160-қа бөлсем, 2,1000-нан 156 шығады. Мен жауапты былай қалдыра аламын миллимольмен, немесе милли префиксінің орнына 10-ның -3 дәрежесі деп жазуға болады. Және өлшем бірлігі моль болады. Және сонымен қатар басқа сізге тапсырма жұмысы бұл жасанды тәттілендіргіш сахариннің молекулалық формуласы берілген. А. Сахариннің малярлық массасын есептеңіз, және Б. 2 миллиграмм сахариннің зат мөлшерін анықтаңыз.